Илгердегилер айтатын, адамның өтірік шатарының ұшын естіген нәрсесін бәрін айта берсе, жетіп жатыр деп. Қазір естімек түгілі көрген нәрсеге сенудің өзі қауіпті ағайын. Фотошоп дейтін нәрсе бар, видеомонтаж дейтін нәрсе бар. Осылар айтпаған күннің өзінде әр нәрсенің астары бар. Әне бір қиссаны еске түсіріп көрейікші, тағы бір патша болады. Сол елдегі бір ғалым адам қылмыс істеп қойып, жаңа патша ашу үстінде ғалымды өлім жазасын кеседі ғой. Ертең ғалым дарға асылады деген күні жаңа патшаның бас уәзірге патшаға жалынады. Ол ғалым адам жазасын жұмсартыңыз. Дүре соға салсақ болды емес, өлімге қимай қояйық деп үгіттеп бағады. Хан жарлығы екі болмайды. Патша да қиналады біраздан соң. Әйтеуір ақыры уәзір өзінің дегеніне көндіреді. Патша бірақ мынандай шарт қояды уәзірге. Ғалымға 100 дүре соғамыз дейді. Бірақ оны дейді, сен өзің орындайсың. Қолыңа қамшы, сен ұрасың дейді. Уәзір келседі, ертеңінде дүйім жұрттың алдында уәзір жаңа ғалымды өлімші тұрып 100 дүре соғады. Жиналған қауым уәзірді қарғайды, лағнет жауып тұрады. Қолың сұңғыр анау деп. Өйткені олар көріп тұрған нәрсемен баға береді. Міне осы секілді естіген көрген нәрсенің жалғанда өз алдына, оның артында не сыр бар екенін барлық кезде біз біле бермейміз ғой. Мұндайда Абай айтады, аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер дейді. Терең нәрсеге бойламайды, үстірт қарайды. Не вникает, былайша айтқанда. Мұрын үстен арғыны көрмейді. Адамның ойында көз болу керек дейді. Ойдың өзінде көз болсын дейді. Бойда қайрат, ойда көз болмаған соң айтпа сөз деп отырған сол.